маған балаларды бағудың өзі де қиын болды, шынымды айтсам. Ойлашы, Сізге ешкім көмектескен жоқ? ешкім жоқ. Менде мысалы атам болған жоқ, енді енем өзі 80 жаста, ол кісіге қарайсың. Ол кісіге қарайсың, еще мына артынан туған балаларға қарайсың. Сонда мен өзімді таңертең тұрып, ат сияқты жұмыс істейтін сияқты өзім аламын. Bir балам анау, енді бәрі кішкентай ғой. Bir балам былай қойып, одан алу керек, одан тамағын істеу керекпіз. Ана үлкен кісінің де жағдайын жасауым керекпін. От жағам үйде, көмір болып жүрем, подвалға. Тамақ істеймін. Сонда тамаққа да ақшам жетпейді біздің. Bir тауықтың аяғын сатып алуға, мысалы, магазинге барам, 2 тауықтың аяғын сатып алуға ақшам жетпейді. Bir тауықтың аяғын сатып аламын, и то енем айтады, осы үйдің еркегіне бер деп күйеуіме бергізетін. Сонда күйеуім тамақ ішеді, біз қалғанымыз сонда етсіз тамақ ішетінбіз. Сондай, жаны айтып отырсыз ғой маған бір. Иә. Сонда мен емізіп отқан анамын, иә. Мысалға, менің шеттей балаларым бар. Мен аналарға енді сондай енді қазірдің өзінде жылағым келіп кетті, бірақ мен бұл уақытқа дейін осы нәрсені ешкімге айтқан жоқпын. Қазір жетіп отқан дәрежеме қарағанда, Құдайға шүкір деймін да. Сіз жаны айтып отырсыз ғой, менде жылағым келіп кетті, потому что қасыңызда жүрмін ғой енді, шыны керек. И бұл история мен даже естіген жоқпын сіздің аузыңыздан ше.